Расында құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни құрманың 60-65%-ын құрайды. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш. Адамның қанында қант деңгейіне құрма қалай әсер ететінін көрейік. Жеке медициналық зерттеу көрсеткендей, тәжірибеге алынған адам 84 грамм құрма жеді, және сол порцияда 54 грамм қант бар. Бұндай тестілеуге не итермеледі десеңіз, құрмаға қатысты сұраулардың өте көп болуы. Себебі құрманың құрамында көп мөлшерде қант бар, және құрма ағзаға қалай әсер ететіні көпшілікке қызық болды. 1 сағат өткен соң, тәжірибеге алынған адамның қанында қант деңгейі құрманың құрамындағы көп қанттың болуына қарамастан көтерілмеді. Себебі құрманың құрамында қантта салыстырмалы түрде төмен гликемиялық индексі бар. Бұл құрманы қант деңгейі туралы алаңдайтын адамдар үшін жақсы таңдау етеді. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендері. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Жазылуды ұмытпаймыз. Бүгінгі контент құрма туралы және оның адам ағзасына тиер пайдасын айтатын боламыз. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таң қалдырарлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Әсіресе ораза кезінде барша мұсылман қауымы ауызды құрмамен ашады. Яғни күндіз бойы ораза боп нәр татпаған адамның кешке асқазанына түсетін ең бірінші тағам. Таңертеңнен кешке дейін ашығу кезінде адамның қанындағы қант деңгейі төмендеп кетеді. Құрманы жеумен қант деңгейі нормаланады, және аштық кезінде асқазанда барлық тамақ қорытылып кетіп қышқыл деңгейі көбейеді, ал құрма сол қышқылды басады. Соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде құрманың көптеген қасиеттері ашылған. Түркиядағы әйгілі Сема емханасының тағамтану және диета бөлімінің маманы Хайреддин Мутлуның айтуынша, құрма лиф, минерал, фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай. Атап айтқанда, ол құрманың қасиеттерін былай жүйелеп көрсеткен. Құрма протеин, май және көмір суын үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйеуден түскен дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды, жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады, мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға пайдалы, тойымдылық қасиеті өте жоғары. Жас құрманың бойында 60-65%, ал кепкен құрмада 75-80% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Жеңіл босануға септігін тигізеді. Босанған әйелдердің әлсіреген денесін тыңайтып, серіктігін арттырады. Сүт гормондарын қозғау арқылы нәрестеге сүт көп шығуына оң ықпал жасайды. Сонымен қатар, құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрамында қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан, глюкозадан айырмашылығы көп. Диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дювалдың сөзіне қарағанда, құрманың құрамында микроэлементтер мен дәрумендер, әсіресе А, С және Б дәрумендері көп. Ал бұл витаминдер адамға күзде көп керек.
Олар иммунитет пен жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, ағзаны түрлі инфекциядан қорғайды. Құрманы асқазан ішек жолдары ауруларына шалдыққан адамдар жиі алады. Сондай-ақ ол жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларына да пайдалы. Ислам дінінде құрманың орны ерекше және мынадай бір керемет хадис бар екен. Пайғамбар Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім таңертең 7 ажуа құрмасын жесе, сол күні оны от та сиқыр да зақымдай алмайды деген екен. Адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер беретіндігіне бірнеше мысал келтіреміз. Яғни жалпы адам баласы бірнеше құрма жегенде ағзасында қандай процестер орын алады. Алдымен бір нәрсені түсініп алыңыздар. Құрма дәрі-дәрмек емес, ол табиғи жидек. Құрамындағы минералдар мен дәрумендер адам ағзасына әр түрлі әсер етеді. Бұл организмге сіңуіне байланысты. Яғни құрманың құрамындағы пайдалы дәрумендер мен минералдар бөлігін алу үшін күніне 3-4 құрма жеген дұрыс. Құрма 65% қанттан құралған, сондықтан да өте нәрлі. Ол ағзада тез таралады, қант шырыны жүйке жүйені тыныштандырады және қандағы қант мөлшерін көтермейді. Себебі оның гликемиялық индексі төмен. Гликемиялық индекс бұл азық-түліктің қан қантына әсерін өлшейтін көрсеткіш. Ол көмірсуларды қорытудың және оларды қанға сіңірудің жылдамдығын көрсетеді. Гликемиялық индексі жоғары азық-түліктер организмде тез сіңіп, қандағы қант деңгейін жылдам көтереді. Ал гликемиялық индексі төмен азық-түліктер қандағы қант деңгейін біртіндеп көтереді немесе мүлдем көтермейді. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы, себебі 2,2% ақуыздан тұрады. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады. А дәрумені көз бұлшық еттерін жақсартады, сүйек және тісті қатайтады. Б1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жанаруын қамтамасыз етеді. Темір құрмадағы тағы да бір минерал. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмірқышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Ғалымдар құрманың адамның жүйке талшықтарының қызметінің жақсаруына тигізетін әсерін ерекше айтып өтеді. Б6 дәруменінің адам ағзасына беретін әсерін зерттеген Беркелей университетінің дәрігерлері құрманың құрамындағы Б6 дәрумені жүйке жүйесін жақсартып, құрамындағы магнийдің бұлшық еттің жұмысында маңызы зор екендігін анықтады. Сонымен қатар құрманың құрамындағы магний бүйрекке ең пайдалы зат. Күніне 2-3 тал құрма жеген адам ағзасына қажетті магнийдің тәуліктік мөлшерін алған болады. Әйел адамның жүктілігі кезінде А дәруменіне қажеттілік болады. Құрманың құрамындағы А дәрумені иммунитетті нығайтып, ағзаның сыртқы әсерлерге төтеп берушілігін арттырады және де көздің көруін жақсартып, сүйек пен тістерді қатайтады. Бета-каротин ісік тудырушы жасушалардың болдырмауына септігін тигізіп, ағзаға зиян беретін молекулалардың жұмысын қадағалаушы қызметін атқарады. Құрманың тағы да бір ерекшелігі ақуыздың көп мөлшерде болуы. Ақуыз өзге жемістерде мұндай көлемде болмайтыны белгілі. Осы бір ерекшелігінің арқасында құрмалар ағзадағы дерттерге, жұқпалы ауруларға қарсы тұрып, жасуша қызметін жақсартып, ағзадағы суды реттеп отырады. Мысалы, ет өте құнарлы ас болып табылады, алайда ол адам ағзасына
құрманың беретін дәрумендерін бере алмайды. Әсіресе жана піскен кезінде бұл жеміс дәрумендер мен минералдарға бай болады. Сонымен қатар, қазіргі таңда ет адам ағзасына қауіпсіз деуге келмейді. Бұл ауыр тамақ және де оның қорытылуына көп уақыт қажет. Сондай-ақ адам ағзасында уыт пен холестериннің жиналуына әсерін тигізеді. Құрма өзге өсімдіктер мен жемістер секілді ағзаға пайдалырақ болып табылады. Құрма құрамындағы калий жүрек қан тамыр жүйесінің қалыпқа келтіріп, қан қысымын реттеуге және гипертонияның алдын алуға көмектеседі. Дәрігер-диетолог Анжелика Дюваль құрманы аптасына 2-3 рет жеуге кеңес береді. Айтуынша, мұздатылған құрма пайдалы дәрумендерін сақтайды, бірақ оны екінші рет мұздатудың қажеті жоқ. Құрманың құрамындағы йод пен темір өте пайдалы. Олар адамның ағзасына жылдың кез келген мезгілінде қажет. Әсіресе анемиямен ауыратын адамдар құрма жеу керек. Ол қышқыл емес, сондықтан асқазан жарасы кезінде жеуге болады. Құрманың антибактериялық қасиеті де бар, деп атап өтті диетолог. Осымен сіздерге құрманың адам ағзасына деген тиер пайдасы туралы кішігірім ақпарат келтірдік. Ендігі кезде құрма жегенде оның керемет қасиеттерін білген соң, оның бойымызға басқаша даритынын байқайтын боласыздар. Бекерден бекер Мұхаммед пайғамбар оразада құрмамен ауыз ашпаған, өйткені оның құндылықтарын білген. Егер де бұл ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басамыз, пікір қалдырамыз және бөлісеміз. Әрі міндетті түрде арнаға жазыламыз. Сіздермен бірге болған бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы әлемді жақсығырақ қылу ұмтылысында. Қош сау саламатта болайық.